Баршаңызға сәлем. Үйде бар заттардан дайындалатын осындай көктемгі бір салат дайындаймыз. Мен осындай қырыққабат тура 600 грамм ұсақтап турап аламыз. Және соны турап алған соң үстінен 1 шай қасық тұз шамалы жеткізбей саламыз. Және қолмен осындай жеңіл етіп шамалы араластырамыз. Қатты езіп жібермеңіздер, су шығып кетпесін. Үстінен балғын қияр қосамыз. Менде 2 қияр. Үйдегі адам санына қарап, ішіндегі ингредиенттерді қосасыздар. Қиярды осындай соломка етіп турап аламыз. Үстінен мен осындай 3 жұмыртқаны соломка етіп турап, үстіне қостым. Үлкен ыдысымызға сабалап, үстінен укроп және міндетті түрде чеснок қосыңыздар. Өзгеше бір дәмді дәм береді. Және 3 ас қасық майонез қосып, жақсылап араластырамыз. Өте оңай, өте дәмді және витаминге мол салат болады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Ас болсын, сіздермен бірге болған Диана. Сау болыңыздар.